Саламатсыздар ма? Мен сіздерге блокчейн кошелекті қалай ашу керек, соны көрсетемін. Мұқият қараңыздар. Блокчейн кошелек ашар алдында сіздерден электронный почта сұрайды. Яғни электронный поштаңыздың аяқ жағы собачка gmail.com болуы керек. Gmail.ru, Lice.ru дегендер болмайды. Тек собачка gmail.com болуы керек. Google'ға кіріп www.blockchain.com деп жазсаңыздар шығады, өзі Google'дан прямо ашсаңыздар болады. Мен өзім дайындап қойғам. Енді міне www.blockchain.com деген үстін басам қазір. Міне шықты. Подключение к миру криптовалют. Көрдіңіздер ме? Не, создайте свой кошелек деген тұр жазу. Создайте свой деген үстін басасыздар. Міне бастым. Міне мына жерге электронный почта сұрап тұр, мына жерге пароль создавать етесіз, өздеріңіз пароль. Мына жерге электронный поштаңыз жазасыздар, электронный почта. Қазір поштаны жазамын. Так. Міне осылайша электронный поштаға жазасыздар. Астына пароль создавать етесіз. Яғни парольді мысалы қалай қойса болады? Мысалға gold собачка v собачка vip деп осылай қиын пароль қоясыздар. Яғни 8 саннан ұзақ болу керек кішкене. 8 ең азы 8 цифр, 8 сан болу керек. Арасында сан өзің білесің. Осы жерге пароль создавать етесіз. Мен пароль дайындап қойғамын. Осылай пароль создавать етесіз, ол парольді ұмытпауыңыз керек. Бұл сіздің пароліңіз. Блокчейн кошелекке кіретін кезде осы пароліңізді сұрайды обязательно. Сол парольді ұмытпау, бір жерге сақтап жазып қоюыңыз керек. Енді мына жерге бұрышта условияның алдында сол жерге галочка қою керек. Міне галочка қойылды. Енді қараңыздар. Кейде мына блокчейн кошелек ашатын кезде мына жазудың барлығы английский болып шығып тұрады, английский болып. Сол кезде орысшаға аудару үшін міне тұр ғой, Россия деген. Міне қасында галочка тұр. Соның үстін бассаңыздар, тілді ауыстырасыздар. Яғни соны басып, Россия деген Россия деген жазуды қойсаңыздар, өйстіп шығады орысшаға ауысып, осылай орысшаға автоматически. Енді әрі қарай создать свой wallet дегеннің үстін басам. Міне. Көрдіңіз бе? Міне создание кошелька прошлого успешно деп жазу шықты, көрдіңіз бе? Қазір электронный поштаға сообщение келеді. Электронный поштама кірем. Осы жерден шығып кетем автоматически, міне өз кнопканы басып. Gmailға кірем. Міне келіп тұр уже сообщение, көрдіңіз бе жоғарыда? Сообщение emailға. Сол электронный поштаңызға кіресіздер, осылай. Міне. Міне электронный поштаңызға кірген кезде блокчейннен сообщение келіп тұр. Пожалуйста, подтвердить. Яғни осыны подтвердить етесіздер. Міне басқан кезде үстін басасыз. Міне енді қараңыздар. Мынаның үстін басқан кезде жаңа блокчейн кошелегіңіз ашылады. Енді мұқият. Ваш идентификатор кошелька деген жазу тұр. Астында цифрлар тұр, көрдің бе? Бұл сіздің ID кошелька номеріңіз. Осыны сіз ұмытпау керексіз. Және ешкімге көрсетпеу керексіз. Бұл сіздікі. Осы блокчейн кошелекке осы арқылы кіресіз. Осыны копировать етіп бір жерге заметкеге сақтап қойсаңыз болады. Мысалы, бет үстін басасыз. Міне көрдіңіз бе? Копировать дегенді бассаңыз, копирован болады. Сол кезде заметкеге кіріп, бір жерге кіріп, яғни сақтап қоясыздар оны. Ол керек обязательно блокчейн кошелекке кіретін кезде. Бұны ешкімге көрсетуге болмайды.
бұл нәрсені. Енді да, это моя электронная почта деп, яғни подтвердить етемін. Міне. Міне болды. Енді мен өзімнің жаңа поштама кіремін қазіргі. Міне. Көрдіңіз, блокчейн кошелегім ашылды автоматически. Енді қараңыз, өсіп шығады сохранить деп. Егер сохранитті басып қалсаңыздар, осы блокчейн кошелекке кіретін кезде ID номеріңіз бен пароліңіз сақталып тұрады. Автоматически выходты басып кіре бересіздер. Ал сохранитті баспасаңыздар, мен баспаймын мысалы. Баспасаңыздар, осы блокчейнге кіретін кезде обязательно астына паролды өзіңіз жазасыздар. Міне. Көрдіңіз, блокчейн кошелек ашылды. Қазір мен шығамын қазір бұл жерден. Мысалы мен бүйтіп шығамын. Көрдіңіз ба? Тағы да новыйдан блокчейн кошелек ашсаңыздар болады. Міне жоғарыда YT деген жазу тұр, көрдіңіздер ме? Сол YT деген жазуның үстін басасыздар. Міне басқан кезде автоматически міне ID номер шықты. Көрдіңіздер ме? ID номер өзі автоматически шығады. Осы ID номерді ешкімге көрсетпеу керексіздер. Бұны скопировать етіп бір жерге сақтап қою керексіздер. Бұл керек. Кіретін кезде керек болады блокчейнге. Астына жаңа өзіңіздің создавать еткен пароліңізді жазасыздар. Міне мен өзім паролімді жазып қойған, дайын. Енді YT дегенді басам. Міне YT-де басқан кезде необходимо авторизация, проверить свой почтовый ящик дейді. Яғни электронный поштаңды қара дейді. Қазір соған мен кірем электронный поштама. Оған сообщение келіп тұр. Міне блокчейн разрешить выход деген соның үстін басасыз. Міне көрдіңіздер ме? Авторизация выход деген жазудың үстін басасыз. Сол кезде блокчейн ашылады, блокчейн кошелек. Міне енді міне сотканы міне шығамда блокчейн кошелекке кірем. Міне қазір жүріп жатыр. Анан басқаннан кейін өзі айналады. Осылай күтесіз. Блокчейн кошелек өзі ашылады. Міне үстінде создать сейчас дегенді бассаңыз тағы да блокчейн кошелек ашуға болады. Мына ID номерді ешкімге көрсетпеу керексіздер. Бұны сақтап қою керек бұл жерге. Пароліңізді көрдіңіз бе? Бассаңыздар автоматически кіресіздер, баспасаңыздар блокчейн кошелекке кіретін кезде парол жазып кіресіздер. Міне блокчейн кошелек ашылды. Енді мына блокчейн кошелекке түскен ақша осы жерге баланста тұрады, доллармен көрсетіп тұрады. Мына жерде биткоиннің төменгі ақшасымен көрсетіп тұрады, цифрлармен сатушы болып. Міне бір биткоиннің құны $10,000. $10,782. Яғни бұл жерде тұрған ақша, мына биткоин өскен сайын, мына биткоин құны өскен сайын, мына жердегі ақшаңызда өседі. Яғни мысалы мынау 10,782 ма, 10,800, 10,900, 11,000, $12,000 болған кезде мына жерде ақшаңызда өседі. Яғни бұл жерде ақшаны сіз обмен жасап, кез келген карточкаңызға шығара аласыз. Каспи Голдқа, Visa карта, Мастер карта, кез келген карточкаға шығара аласыздар. Көрдіңіздер ме? Енді әрі қарай не істеу керек? Дубайский компания X3 Chain сол кабинетке мына биткоиннің адресін қалай қою керек? Соны мен сіздерге көрсетемін. Ол үшін міне блокчейн кошелек ашық тұр. Мына получить дегенді басасыз, яғни биткоиннің адресін алу керек бұл жерден. Получиттің үстін басасыздар. Мен қазір бастым. Міне осылай QR-код шығады, астында міне биткоиннің адресі шықты. Көрдіңіз бе? Соны скопировать етіп аласыздар. Үстін басасыздар бүйтіп. Сосын міне қапталында тұрған мынаны басасыз. Көрдіңіз бе мынаны? Көрдіңіз бе? Міне биткоин почтаны скопирован дейді. Көрдіңіздер ме? Енді скопировать етілді. Енді мен қазір X3 Chain кабинетіне кірем. Мына үстінде 2 деп тұр ғой. Мына үстін басасыз бүйтіп.
кабинетке бүйтіп кіресіз. Міне кабинет ашылды, X3 кабинет. Енді бұл жерде мынаны басып настройкамен де кірсеңіздер болады. Настройкаға мынаны басасыздар. Настройка деген жазудың үстін басасыздар. Профиль деген жазу тұр. Профильдің үстін басасыздар. Загрузка болып жатыр енді кішкене. Міне көрдіңіздер ме? Профильді басқан кезде міне осылай шығады. Сіздің адрестеріңіз, электронный поштаңыз. Міне жерге бумажник деген жерге жаңағы сіз биткоиннің адресін скопировать етіп алдыңыздар ғой. Соны мына жерге бумажник үстін бүйтіп басасыз. Вставить дегенде басасыз. Міне көрдіңіз, жаңа адрес шықты, биткоиннің адресі. Сосын мына жерге телефон номерін жазасыз. Өзіңіз блокчейн кошелькті қай номермен аштыңыз, өзіңіз телефон номерін жазасыз. Содан кейін отправить дегенде басасыз. Одан кейін сохранить деген шығады, соны басып қаласыз. Болды, сақталып қалады мынау. Осы жердегі ақшаны, мына жерге сақталған ақшаны, осы жерден ақша осы адреске кетеді. Көрдіңіздер ме? Яғни вывод ақшаны шығаратын кезде финанс вывод көрсетемін сіздерге подробно. Міне мына жерде ақша жоқ қазір. Мына жерде ақшаны, мына жерге сумманы жазасыздар. Өзіңіз тұрған мына жерде ақшаны мына жерге жазасыздар, сумманы. Бумажникте мына жерде жаңағы адресті қоясыз. Адрес ана жаққа қойғаннан кейін адрес осы жерде шығып тұрады, жаңағы биткоиннің адресі. Мына жерде двухфакторная аутентификация, оған отдельный видео түсіремін. Видеом бар негізі. Сосын выводтың басып қалған кезде жаңағы ақшаңыз блокчейн кошелькке кетіп қалады. Мына жаққа мысалы. Мына 2 деген үстін басамда блокчейн кошелькке кірем. Міне ақша осы жаққа кетіп қалады. Көрдіңіз, осыны скопировать етіп аласыздар. Мынаны X-ті басамыз. Ақша осы жерге түседі. Жаңағы кабинетте тұрған ақша осы жаққа түседі. Ал осы жақта ақшаны сіз кез келген карточкаға шығарасыз, Каспий Голдқа шығарасыз, өзіңіз білесіз. Оны қалай шығару керек, оған да мен арнайы видео түсірген. Видеом бар ода, арнайы түсірген. Яғни Каспий Голдқа, виза карта, мастер картаға қалай шығару керек, оған отдельный видео түсірген. Яғни осы жаққа түскен ақша биткоинға айналып тұрады, яғни биткоин болып тұрады. Мына биткоин 11 мың, 12 мың доллар болған кезде, мына жердегі ақшаңызда өседі ақшаңыз. Осы жерде ақшаңызды кез келген Каспий Голд карточкаңызға шығара бересіздер. Енді мен қазір блокчейн кошелектен шығып кетемін. Ол үшін қайтесіз. Мынаны басам, Samsungпен кіріп отырмын енді. Блокчейннен шығып кетемін қазір. Міне, продолжить выход дегенді басам, шығып кетемін. Прямо шығып кетсеңіздер де болады, өздерің білесіздер. Осылай мынаны басқан кезде өзі шығып кететін, сет дұрыс ұстамай тұр жоғарыда. Соған байланысты жаңағы ойланып тұр. Осылай блокчейн кошелектен шығып кетесіздер. Болды. Сіздерге іске сәт, мол табыс, мол бақыт тілеймін.